сөйтіп басталды. Өйтіп эгоист болып тұрдың алдында сөйтіп сөйлеме. Ұсыныстарды айтсаңшы, ұсыныстарды. 40 теңге әр балаға. Қазақтар неге? Сендерге онда мен сендерге айтайын. Депутаттар неге миллион алады онда? Халықтың жағдайы жоқ екен. Сендер жұмыс күші керек, халыққа жұмыс керек халыққа. Қазірше ұстайтыңыз. Неге миллион алады? Мына жақта халық жылап жатыр. Сендер неге миллион аласыңдар? Неге қақыларды жоқ? Мына жақта халық жылап жатыр. Әлі балалар өліп жатыр. Қалай отырсыңдар? Қалай отырсыңдар? Күнде ұйықтағандай алла деп. Ауылдарың бар ма? Алладан не кешірім сұрайсыңдар? Ертең өлгенде не айтасыңдар? Құдайға не айтасың? Шыңғысбек айтты Құдай шыңыңды. Сен білмейді бәлеңді бәрін білесің. Ауылдағы халықтың ешқандай да жағдайы жоқ. Басыңды кесіп алсаң мен ауылдан недавно келдім. Ауылдың ішінде медполк жоқ элементарно. Ауырса анау күніге 40 мен жүретін қалаға 8 мың теңгеге машина жалдап барады сол жерге. А машинасы болмаса сол жерде арақ атып өледі олар. Отырып алдым деді, сайлап отыр, сендерді ешкім сайлаған жоқ. Именно мен сендерді қаша сайлаған жоқпын. Маған 5 тиынға да керектерім жоқ па? Өздеріңді мұғалімдерді, өздерің сияқтан бір госслужащийларды заставлять етіп сайлап қойған нәрселерімізге 5 тиынға керек жоқ. Сендерден ешкім қорықпайды, түсіндіңдер ма? Сендерді ешкім қорықпайды. Простой министрдің помощнигі 2,5 миллион алады. Простой министрдің помощнигі 2,5 миллион алады. Неге айқайламай? 2,5 миллион неге алады простой министрдің помощнигі? Өзің көрген ведомствоны. Жоқ, жазып бергенде жұмыс тобымен жол картасы Нью-Йоркқа метроға дейін. Хаттама толтырмайсың. Бәріміз тыңдатып қой, қыздар. Екі жақтың талапсыз. Никуда не пойдем, ни на какие собрания. Жыл бойы болды. 5 тиыннан бергенде хат тапсырып. Біреуіне жауап береді. Бір келетіні осылардан толтырып сұрап қандай хат келеді осылайсыз. Сіз Лукашон Азирада отырда осындайсыз. Айыспы осындай сума аласыз. Мынаны мен емес сендерден мен қандай не алатын, мен қандай деп сен дәрежем қандай екен деп сұрап тұрмын ба сіздерден? Оны неменеге маған 100 лира жауап жазып жібере бересіздер? Нақты қойған сұраққа жауап беріп, нақты нәрсені орындаңыздар сіздер. Мені бір жаңа сұрақ қоямын, мен өмірбаянды өзім ақтамын қандай екен. Назира, әкіліміз мен айтайын. Міне, нақты біздің мәселеміз мәселені шеше алатын адамдар келдір мына жерге. Шыңғысбек мырза былай ғой, Сапарбаев менен Гүлшара Әбдіқалықова менен біз жұмыс тобында жол картасын дайындадық. Сол жол картаға Гүлшара Әбдіқалықова айтқан, міне депутаттар мақұлдап отыр, ертең неге апарамыз, Тоқаевтың алдына қол қоямыз, дайын деп жұмыс тобының соңғы жиналысын жасады да бізді алдап кетті. Біз Қазақстанның бүкіл аналар атынан сондай жұмыс жасадық. 2 жыл бойы жүрдік салпылдап, министерствода кеш келеміз, түнгі 12-1-ге дейін отырамыз, кеште таксиімізбен кетеміз, сөйтіп жұмыс жасадық. Соның нәтижесі қайда? Соның несін кім жауап береді? Әлеуметтік қорғау министрлігінің жанынан құрылған аналармен сол Сапарбаев бастаған председатель болған Светлана Жакупова қостаған жол картасын жасадық. Сол жол картасынан басқасын айтпай-ақ қойық. Сол жол картаның ответі қайда? Неге бізге ол кісілер әлі үкіметте жұмыс жасап отыр? Бір облыстың дардай үлкен әкімі болып отыр. Аппақ сақалымен, аппақ шашыменен, Гүлшара Әбдіқалықова да, Бердібек Мәшбекұлы да осылай бізді аналарды алдап кетті. Не деген жол картадан қандай жұмыстар жасалды? Қаншама уақытымызды алдық. 3% ғана орындалса, қалған біреу да орындалған жоқ. Ешқандай да Орындалған жоқ да 3%. Максимум басқасы орындалған жоқ. Ешқандай да жол картасы ешқандай да орындалған жоқ. Енді қазір сіз келдіңіз ғой, сол жаңа әлеуметтік қорғау министрлігінің жанынан келіп отырсыздар, солардың мүшесі болып. Енді сол жол картадан қандай жауап бар бізде? Жақсы. Бөлісе отырыңыздар достарыңызбен. Жауабын айтыңыздар. Сіздерді көріп жатыр. Менің Мұратсызым Жәкен қызы Гүлмира. Қаттырақ сөйлеңіз. Лауазым департаментте істеймін, социальный
әлеуметтік көмек көрсету департаментте жұмыс жасаймын. Тек қана азғантай уақыт қана. Мен де сіздер сияқты ауылдан көшіп келдім осы жыл. Депутат емес, мен министрліктен. Әлеуметтік қорғау министрінің жанынан келіп тұр департамент. Бірінші рет көріп жатырмын, сіздер мені тоже бірінші рет көріп жатырсыз. Енді негізгі сұрақ Вот осы как перчатки ауыстырады, барлық историясын айтып жатады, сосын біздің жағдай осындай деп шығасыздар. сіздерге тарих айтпай қояйын. Сіздердің сұрақтарыңыз тура жоқ, егер де қазір жазып алып біз азаннан бері отырмыз, заман уже жазып алып жеткізетіндер Енді осы кісінің Нұргүл, бер тұршы. енді уж түсінікті ғой, мен ауылдан келдім, жаңадан тағайындалып не айталарсыз? Сонда бүкіл аналарды Қазақстан ананың жол картасын сол жол картадан не хабарыңыздар? Енді мен сізге бір сұрақ. Еңбек министрлігіне мен жазылдым, демба, келеді олмайын. Немен, демба, ютубта жазылдым. Маған бұл кісілердің өздеріне жауапқан жоқ, көмекшілер жауап берді. Көмекшілер бәрі тұрғыда жазылды да, енді қашан мен кірем онлайн қашан қабылданайыншы. Жоқ, сіздің вопросыңыз бізге қаралмайды екен дейді. А мендегі вопросым бірінші вопросым, сіздер беремін. жалпы общий мәселеге жауап берші. Нұргүл, давай оны жеке айта бересің, жақсап айталыш. Біздің талабымыз, қыздар, міне біздің талабымыз, талабы. Мынау қазір 10 шақты программа енген. Мына ақшалу жөнінде пособия бар ма, единовременно бәрі айысты, міне 10 шақты. Оның бізге қажет жоқ. Әрбір бала Қазақстан әрбір баласына 42.500 теңге төленсін. Және де бізге үй кезегі деген мүлде жылжымайды. Мына жерде бізде конституцияда көрсетілген үкімет үймен қамтамасыз етеді деген. А оның өзі жоқ, 10 соттық жер береді деген, оның өзі жоқ. Міне сол талаптармен келіп тұрмыз. Екі мәселе бізде, соны жеткізіңіз. 36 бап бойынша жер баласына арналған 1 жарым жылдың ішінде жүйелі болу керек. Яғни алтын алқа, күміс алқаға тегін деген оның өзі де жоқ. 20 жыл тұрды да 85 квадрат үй алды. 10 баласы бар. Градусында 82 квадрат. Жылына қараңыз, жылына сіздер айтасыздар 42.500 теңге бізде ондай ақша жоқ дейсіздер, иә? Ал бірақ та әрбір банкқа жыл сайын 3 триллион ақша кетеді банктарға төлеу үшін. 3 триллион ақша кетеді. Неге соны банктарға төлей алмайды? Мына Қазақстан Республикасының халқы Бөлісіп отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Ана қарызын төлей алмай, амал жоқ кредитқа кіріп кетеді да, сонымен черный списокта тұрады. Ал егер де үкімет балаларға көбірек ақша бөлсе, ана мен балаға көбірек көңіл бөлсе, ондай дәрежеге бармас едік. Әрбір отбасы өзінің қарызын төлеп үлгеруші еді оны бәрі. Одан да балаларға төлесін сол ақшаны. Бюджетте ақша жоқ болса, депутат пен әкімдерге 900 мың, 500 мың, 600 мың, 1 миллион, 20 миллион айлыққа қатысып беріп жатыр бюджетте. Депутат бұлар берген қолдарына бүйтіп өлейін деп берген жинау айыспысының өзін мысал үшін доходын есептейді, басқаны есептейді, арасында біреулерге 174 теңге жер шығарып отыр. Олар есептейді, осы жылы пособияны 2000 теңге өсіріпті. Жарайды. Ал енді айыспыны 2000 теңгеге төмендетіпті. Сонда кімді, қай халықты ақымақ көреді бұл үкімет? Айтыңызшы, кімді ақымақ көреді? Неге мына миллиондап алып жатқан депутаттардың зарплатасын төмендетпейді? Неге? Ол қандай еңбегі сіңді миллион алатын? Оның машинасы тегін, тамағы тегін, жататын жері тегін. Қандай еңбегі сіңді? Қазір міне халық келіп тұр, бүгін 100 шақты ана жиналды, бірақ та бір депутат келіп жағдайын сұраған жоқ. Помощник депутат, 2,5 миллион алады екен.
демалуы тегін шетелге барып демалады. Полицей, мұғалім, дәрігер, әкімшілік, прокурор, мына полицейдің бар ғой, квартирасының бәрін неге төлейді? Олардың балдарына төлейді. Ал қара халықтың мына жағдайы жоқ төмен отбасылардың ешқайда төлемейді. Не үшін? Көрдіңіз ба? Бұның бәрі бәрі сізге бізге керегі жоқ, миы жоқ депутаттар қайтадан сабақ оқытамыз деп оларға 67 миллионды бөліп жатыр. Миы жоқ депутаттардың қажет жоқ. Қысқартсын депутаттарды, зарплаталарын төмендетсін. алға шығып айта алмайша білмейді, депутаттар кетсінде ана екі сиыр беріп сол депутаттарды ауылға жіберу керек. керек емес сондай жағдайы. 10-ақ депутат кетеді Қазақстанға. Олар несіне ана ақшаны Екі сиыр алып, ауылға жағдайлар жоқтарға берсін. Жоқ, ақша жоқ дейді, бірақ тендерный площадкаларға 11 миллиард постоянно бөледі. 11 миллиард ақша тендерный площадка. Это ежемесячно. Да, можно я прошу? По Конституции статья номер 3, пункт 1. Народ является властью. Так? Вы со мной согласны? Почему вы заставляете нас ждать 7 часов представителей от народа, то есть депутатов? Ответьте, пожалуйста. Ну, я за депутатов не могу. Почему вы являетесь же представителем? Вот вы зачем пришли? Я пришла по своей работе. Именно по какому вопросу? Что вы можете решить на сегодняшний день? Я могу разъяснить. Что разъяснить? Какой вопрос? В части получения вами пособия. Хорошо, если мы сейчас требуем, чтобы каждому ребенку, хоть один, хоть два, хоть 10, да, каждому заплатили 42 500 пособия, вы можете решить эту проблему? Я думаю, что нет. Почему? Почему? Зачем тогда вы пришли? Ну, вы думаете, что сразу вы... Если в ваши компетенции... Но у вас, смотрите, депутаты от народа, да, представители от народа, сразу же, только их избрали, да, им сразу и квартиру, и бесплатное питание, и жилье, все на свете, быстро все решили, а как для народа, так ничего нету. 107 депутатов нам не нужны, в Швеции 8 человек министров, қандай дамыған ел. Біздің елді не істеп тұрсыңдар сендер, масқара. Антизаконы выпускают наши депутаты. Эти разработчики семейно-бытовое насилие хотят всех нас, родителей, да, по ногам и рукам связать, чтобы мы не могли прийти в государственное учреждение, которое вы сейчас нас не пускаете. Бүгін азер келдік. В пятницу нам пообещали встречу организовать с депутатами. Сказали, идите домой, мы вам все организуем, пригласим. Обманули, отправили. Сегодня также пригласили силовиков. По статье Конституции 32-33, пункт 1, вот эти все ОМОНовцы, милиция, КНБ, мы можем написать на них заявление за преследование граждан Республики Казахстан за то, что мы просим защитить наши права у государства. Наши права никто не защищает, никто нашими требования, то есть не требования, все, что прописано в Конституции Республики Казахстан, никто не исполняет. Почему? До такой степени вы народ довели, и еще сейчас придумали, что родитель должен, вот все мы сидим родители, да, придумали по семейно-бытовому насилию, что мы будем являться опекунами. На каком основании? Второе, Имашева Снежана, депутат, пусть сюда выйдет, да, я не знаю, бессовестная, сказала, что нищета — это первая из категорий, чтобы отобрать у нас детей. На каком основании? Вы, правительство, государство, развалили всю экономику, закрыли все совхозы, вырезали уже весь скот в Казахстане, да? Урожай весь перенаправляете за границу. Нам по 150 тенге делайте булку хлеба, когда у нас мы должны по 35 тенге брать этот хлеб. Мясо мы сейчас кушаем по 3000. 2800 мы не можем приобрести своим детям, купить на стол. Мы покупаем окорочку, наверное, эти сдохшие куриц, да, перепродают, мы кормим этим. И я помай, они там сидят, вот эти наши горе-депутаты, разработчики, черные сидят икру едят, и хотят сделать какое-то счастливое будущее нашим детям. Вы взялись за детей, почему, я вам хочу сказать? Потому что сейчас в Европе после нефти второе место занимают дети, продажа их на органов. Вот это гендерское равенство, которое в Европе объявили, переправлять им. Закрыли детдом. На каком основании в Казахстане? Почему вы открываете частные деревни для детей? Патронатные семьи. Чтобы туда у родителей, которые забирают детей, чтобы мурын солнечне тыкпасын деп. И еще при этом по семейно-бытовому насилию вы придумали, что опять нарушается по Конституции статья 18, пункт 1, охраняется частная жизнь, да?
вы по семейно-бытовому насилию сделали так, что участковый, сосед, учитель, психолог, каждый, кому не лень, может пожаловаться на наших детей, что они шумят, плачут, что мы их бьем и так далее, и на этом основании забрать, да? И при этом, пока мы будем по судам ходить, что мы адекватны, что мы хорошие и так далее, вы вот с этих частных детских домов с одного места в другое перенаправляя, вкалываем психические эти как вещества, психотропные, чтобы они не плакали, нас не искали, да? Потом будете делать овощ. Вы что думаете, мы ничего не знаем? Мы согласны были с тем, что мы вот живем в нищете, да? Что мы снимаем квартиры, хотя по статье 25 Конституции РК граждане, которые относятся к категории нуждающиеся, да, с государственного жилищного фонда должно выделяться жилье по самой минимальной цене, а вы берете, идете против закона и нам по 2%, чтобы мы накопили, потом даете на 25 лет нам в кредит, и чтобы мы вообще, да, скорчились. Вы все делаете против народа. Нам такие депутаты, такое правительство не нужно. Мы больше, вот как вы только начали разрабатывать с прошлого года законопроект семейно-бытового насилия, родители больше терпеть этого не будут. Қолында алыңдар балалардан. Вообще не протягивайте в этот. Мы свою жизнь дадим. Вы знаете, да, что вместо того, чтобы вот это придумывать, новый велосипед, не существует старый. Семейно-бытовое насилие, правонарушение, то есть, извиняюсь, называется, 2009 года, оно в полную силу не работает. Ни одна организация у нас в Казахстане не работает до конца. Я лично и все многие матери здесь в октябре месяце написали в Нур-Отан заявление, да, и после этого нас включили в список неадекватных женщин. У нас есть фото, видеосъемка, доказательства, где вы должны, не вы, а вот именно партия Нур-Отан, нести ответственность за оскорбление и унижение нас, граждан Республики Казахстан. Когда вы это сделаете? Когда? Нет. Еще я хочу сказать, вы с 1 января 2021 года ввели закон в полную силу, да, что можно менять этот пол. На каком основании? Мы, национальность казахов со своей религией, исламской, да, это харам для нас. Это вы подрываете нашу идеологию, нашу веру, и вы полностью ущемляете этим законом. На основании чего опять? Кодекс о здоровье, я хочу сказать, во время пандемии 12 июля 2020 года вы ввели изменения об принудительной вакцинации. Что вы сейчас и делаете? На каком основании? Во время пандемии, когда люди умирали пачками, я не говорю, никто из вас там в правительстве не пошевелился, чтобы обеспечить нас лекарствами. Эти лекарства лежали в складу. И никто ответственность на себя не взял. Ни Бертанов, ни вот эта Людмила. Никто. Бабки срубили, в карман положили. Все, только у нас все держится на коррупции, лишь бы себе деньги побольше. По Конституции 36 любой законопроект, который принимается или рассматривается, или хотят ввести в законную силу, оно должно быть обнародовано. Вы же сейчас обнародуете эти маски, да, чтобы мы носили. В магазин не заходили, руки мыли антисептиком. Почему вы как наши права нарушаете? Почему мы не знаем о тех законах, которые вы сами их протаскиваете и заставляете условно в куйнуге? Не ушин. Вы что думаете, что мы вообще чурки, что ли? Мы все грамотные, мы все можем прочитать. Надо будет, мы эту конституцию выучим от и до, и будем вам в ответ это говорить. Будьте готовы все. Откуда ответит она? Она там говорит, Біздің компетенция, конечно, жатпайды. Оны біліп тұрсыз, да, өзіңізді. Жаңағы, сосын ішкі істер министрлігінің сұрағы. Вот закон, который отозвался. Он не отозвался, он пересматривается с изменениями. Мы попросили его вообще убрать. Здравоохранению то же самое. Теперь в части... Келді, наши приехали. Да, наши приехали. Теперь
Я қыздар келіп тұр, көмектесіп жіберіңдер ана. Они вам предложили. Міне бала шағасымен келіп тұр аналар. Қазір кіруге көмектесеміз. Есіктер құлтап қойып, светтің бәрін өшіріп ташады специально. Бала шағасымен келеді дегенде естіп. Почему вы говорите, что здесь прием не ведется? Народ, я вам еще раз повторяю, по Конституции народ есть власть. Пришли мы сюда, в главный офис Нур-Отана. Будьте добры, приедьте. Тут не один человек пришел, а коллективное. Опять 90 по Конституции, какая-то раз там статья 31, да? Или какая? Если коллективное обращение граждан пришли в государственное учреждение, сразу же должны спуститься представители и решить их вопросы. Сразу. Вы понимаете в этом смысле? А мы, оказывается, должны. Мы должны, оказывается, к ним пойти. Сіз жауап беріңізші, сонда мұнда қандай адамдар кіру керек, ал соған жауап беріңізші. Части нас касающиеся, мен жаңағы с ваших слов 42 500 әр балаға 42 500-ден оны ұқтым. Сөзіңіз, да? Айспы беретін болса, бала жасын 7 жас қылсын. Айспы мүлде қажеті жоқ. Айспы керек емес вообще. Бөлісе отырыңыздар, контакттарыңызбен комментарийді аямай жазыңыздар. Сіздер жазған сайын бізді көп адам көреді. Онда сіз айтыңыз, жеткізіңіз, айтқан адамдардың Сұрақтарым бойынша сіздерден сұрағым. Енді сіз қандай вопрос шешуге келдіңіз? Жаңа сіздің жол картасын естідім. Ол бойынша жауап беремін өзім. Сіздерге уәде беремін. Жаңа 42 500 бүгін ертең, сіздер айтты деп, жаңағы заңға енгізіп, бір күні төлейтін, мен ойлаймын, ондай жағдай жоқ. Нет, что такое? Сіздер айтты деп, біз айтып тұрмыз ғой, и так деді. Тағы да Қазақстанның бүкіл баласы өртеніп кету керек па сіздерге? Чтобы басында төлемеу үшін. Өртенген балалар жөнінде Олсыздар өлтіріп жатыр ғой, олар Балалардың саны азайған дұрыс шығар. өртенген балалар мәселесі бұл жерде ешқандай Қатысы бар. Неге қатысы жоқ? Осы өкіметтің кесірі Жетіспеушіліктен болатыр бәрі, жетіспеушіліктен. Әкесі тырбандап күні-түні жұмыс істейді. Шешесі байғұс оны өртенсін деп өртке тастап кеткен жоқ. Магазинге кетті. Кішкентай 5 баласын еще тағы да қорқытып, баланы алып қою керек дейді. Ешқандай да бала ешкімнің ұрпағына балта шауға ешкімнің ақысы жоқ. Құдайдан қорқу керек. Алладан безбеңдер. Имандарын жоғалтқандар қай қайсы болса да. Мысал үшін қараңыз. Қарияларын жүр, 60-тан асқан бөкшеңдеп қарды күреп, ал депутаттарың отыр, креслода отыр, 1 миллионнан асық ақша алады. Солар жауап берсін бізге. Сол жағынан айтып біздің алдымызға өңшен жаңадан келгендер жібереді. Шығарватқан айтсай, көп балалар пенсияға 16 мың шадыр. Не қаяқ? 50 жасына шығару керек. Ал біз жарай, біз 16 мыңмен пенсияға шыға қояйық. Ал біздің халыққа қайтайық. Біздің осы Қазақстанның демократиясында 10 баласы бар, 7 баласы бар, 4 баласы бар, 5 баласы бар. Солар ше, солардың еңбегі сіңген. Солар неге көтермелемейді? Депутаттар не жеп, не қарсы көтеріліп жатыр? Не үшін көтеріліп жатыр? пенсияны айтып отырсыз ба? 16 мың түгел 8 мыңға дейін шығып жатыр болса біздерде Қазақстанда 8 мыңға шығатын пенсия бар ма біздерде? Сондай көрсеткіштер бар ма? Жоқ, ең төмен пенсияның деңгейі бар ғой. Қанша? 8 мың деп кім айтты? 8 мың документі жүр міне. Бір анаға 8 мың теңге шығарған, 2 балаң бар деп 2 мың теңге қосқан, сонымен 9 мың бір нәрсе теңге ғана алып отыр. 98 жылдан бастап саналғанда, сол кезде 98 жылдан басталған кезде сол үшін 2 баласын ғана санағанда 3 баласы сонда немене? Жоқ па ең? Қайда жібереді? Ол балалар дүниеге әкелгені, денсаулығы қанша қосқаны, күні-түні қарап сол балалар өссе армияға аласыздар, налог төлейді олар. Балалардың өскеннен кейін осы халық Тағы айтып өтейін сіздерге. Қазір мен уже өшем, менде 5% зарядка қалып тұр. Топтасып әр қаладан жиналып өз протесттеріңізді көрсетіңіздер. Осылай жиналып пособие 42 500 үй, баспана, вакцина деп шығатын болсақ, нәтиже шығады деген ойдамын. Ал сау саламат болыңыздар. Мен зарядкам отырып бара жатыр. Сіздер осы видеомен бөлісіп, комментарияларыңызды жазып аямаңыздар. Достарыңызды тартыңыздар осында. Че?